Талдықорған жоғары политехникалық колледждің арнайы пән оқытушысы Арыстанова Балжан Мұзапарқызы. Қайырлы күн, білім алушылар. Бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз электротехника пәні бойынша электр өлшеуіш аспаптар және олардың түрлері қолданылуы. Сабағымыздың мақсаты білім алушыларға электр өлшеуіш аспаптар туралы толық түсінік беру. Күтілетін нәтиже: білім алушыларға электр өлшеуіш аспаптар туралы олардың түрлерін ажырата алады және олардың электр тізбегінде қолдануын біледі. Бағалау критерийлері: өте жақсы, білім алушы электр өлшеуіш аспаптар тақырыбы бойынша толық түсінікке ие болады. Жалпы электр өлшеуіш аспаптар түрлерін ажырата біледі. Жақсы, білім алушыға материалды сауатты баяндай білген үшін қойылады. Электр тізбегіне жалғану техникасын біледі. Қанағаттанарлық: білім алушы оқу материалының негізгі ережелерін білуді және түсінуді анықтаса, бірақ өзінің пайымдауларын дәлелдей алмайды. Қанағаттанарлықсыз: білім алушы шашыраңқы жауап береді, электр өлшеуіш аспаптар түрлерін ажырата алмайды. Электр аспаптарымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары: қос қолмен жалаңаш екі сымды қатар ұстау өте қауіпті. Жерді басып, дымқыл немесе цемент еденде тұрғанда жалаңаш сымға тиіп кету өте қауіпті. Бүлінген электр аспаптарын пайдалану қауіпті. Электр аспаптарын мезгіл білікті мамандар тексеріп отыруы тиіс. Ток көзінен ажыратпай электр аспабын жинауға, шашуға не түзетуге болмайды. Желіден ажыратпай электр арматурасына қандай да бір жұмыс жүргізуге болмайды. Сіздерге енді электр өлшеуіш аспаптары туралы біраз түсінік беріп кетсем, электр аппараттарын пайдаланғанда тоқты, кернеуді, кедергіні, қуатты, жиілікті, электр энергиясының шығымын өлшеуге тура келеді. Ол үшін әртүрлі электр өлшеуіш аспаптар қолданылады. Өлшеу дегеніміз не? Өлшеу дегеніміз арнайы техникалық құралдар көмегімен физикалық шамалардың мәнін анықтау. Электр өлшеуіш аспаптар атқаратын міндетіне немесе аспаптан алынатын физикалық шамасына сәйкес өлшеуіш аспаптарын мына түрлерге жіктеуге болады: амперметр, вольтметр, омметр, мультиметр, частотометр, ваттметр, варметр, электрлік счетчиктер. Сондай-ақ аспаптар басқа да белгілер бойынша жіктеледі. Тағайындалуы бойынша өлшеуіш аспаптар, өлшеу түрлендіргіштері, өлшеу қондырғылары мен жүйелері. Сондай-ақ аспаптар басқа да белгілері бойынша жіктеледі. Тағайындалуы бойынша өлшеуіш аспаптар, өлшеу түрлендіргіштері, өлшеу қондырғылары мен жүйелері. Өлшеу нәтижесін көрсету әдісі бойынша көрсетуші және тіркеуші. Өлшеу әдісі бойынша салыстыру аспаптары және тәуелсіз бағалау аспаптары. Қолдану әдістері бойынша немесе конструкциялы бойынша қалқандық, тасымалы және стационарлық болып бөлінеді. Жұмыс принципі бойынша электр өлшеуіш аспаптар электромагниттік, магнитоэлектрлік, электромеханикалық, электродинамикалық, электростатикалық, ферродинамикалық және индукциялық, магнитодинамикалық, электрондық, термоэлектрлік, электрохимиялық болып жұмыс принципі бойынша бөлінеді. Жұмыс принципі бойынша келесі магнитоэлектрлік өлшеуіш аспапқа назар салыңыздар. Магнитоэлектрлік өлшеуіш аспапта тұрақты магниттің магнит өрісі, ток өтетін өткізгіштің өзара әрекеті қолданылады. Рамадағы ток күшінің мәні көп болған сайын ол соғұрлым үлкен бұрышқа бұрылады. Рама ұшы шкала бойымен жылжитын жеңіл тілшемен жалғанған. Магнитоэлектрлік құралдардың дәлдігі және сезгіштігі жоғары болады. Келесі аспабымыз электромагниттік өлшеуіш аспап. Электромагниттік өлшеуіш аспапта қозғалмайтын шарғы және бойымен ток жүргенде шарғыға тартылатын жұмсақ болаттан жасалған қозғалтқыш өзгекшесі бар. Өзгекше шарғыға тартылған кезде ұшы шкала бойымен жылжитындай болып тілшемен жалғасқан. Аспапты тізбекке қосқанда тілшенің тербелісі демпфер деп аталатын ауа тежегішті тыныштандырады. Индукциялық өлшеуіш аспап қозғалмалы бөлігінде
индукцияланған тоқтармен бір немесе бірнеше айнымалы магниттік ағымдардың өзара әрекеттесуіне негізделген аспап. Индукциялық өлшеуіш аспап айнымалы тоқта ғана істейді. Индукциялық өлшеуіш аспап әдетте электр энергияны мөлшерлегіш ретінде амперметр, вольтметр, ваттметр ретінде сирек қолданылады. Термоэлектрлік өлшеуіш аспап магнитоэлектрлік өлшеуіштен және бір немесе бірнеше термотүрлендіргіштен тұратын аспап, қалқанды немесе тасымалды. Ол жиілік диапазоны кең, тұрақты және айнымалы тоқтың амперметрлер немесе вольтметрлер ретінде пайдаланылады. Термоэлектрлік өлшеуіш аспаптың көрсетулері ток күші қисығының түріне және электрлік кернеу қисығына байланысты емес. Артықшылығы жиілік диапазоны кең, ал кемшіліктері термотүрлендіргіштердің аса көп жүктемеге шыдау қабілеті төмен. Термопарасының жұмыс істеу мерзімі аз. Көрсетулерінің қоршаған ортаның температурасына байланыстылығы. Өлшеулер шегін кеңейту үшін шунттар және қосымша кедергілер пайдаланылады. Кейде ол үшін фотокүшейткіштер немесе тоқтың арнайы жоғары жиілікті трансформаторы қолданылады. Электр өлшеу құрылғылары энергетикада, байланыста, транспортта, ғылыми зерттеулерінде, медицинада және тұрмыстық қажеттіліктерде кеңінен қолданылады. Электрлік емес шамаларды электрлік шамаға түрлендіруге арналған арнайы датчиктерді қолданған өлшеу аспаптарының өлшеу шегінің қолданыс диапазонын кеңейтуге мүмкіншілік береді. Келесі аспабымызды алсақ, амперметр. Амперметр ток күшін өлшейтін құрылғы. Микроамперметрлерде, миллиамперметрлерде, амперде немесе килоамперде көрсетеді. Амперметр электрлік тізбектің ток күшін өлшеуді қажет ететін бөлігіне тізбектеліп жалғанады. Сондықтан амперметрдің ішкі кедергісі неғұрлым кіші болса, соғұрлым зерттелетін объектіге аспаптың әсер етуі төмен және өлшеу дәлдігіне жоғарырақ болып келеді. Аспаптың өлшеу шегін ұлғайту мақсатында амперметр шунтпен тұрақты және айнымалы тоқ тізбегі үшін, тоқ трансформаторымен, жалғанғанда тек айнымалы тоқ тізбегі үшін, немесе магниттік күшейткішпен тек тұрақты тоқ тізбегі үшін жабдықталуы тиіс. Ток күшін өлшеу құралы амперметр деп аталады. Амперметрді электр тізбегіне барлық құралдарға тізбектеп жалғайды немесе қосады. Келесі аспабымызды көріп отырғандай міне аспабымыздың аты вольтметр. Вольтметр электр тізбектегі электр қозғаушы күшін немесе кернеуді өлшеуге арналған өлшеуіш аспап. Тізбекке, жүктемеге немесе электр энергия көзіне параллель жалғанады. Идеалды, шектеусіз, үлкен кіші кедергілері болуы тиіс. Сондықтан вольтметрдің ішкі кедергісі неғұрлым көп болса, соғұрлым аспаптың әсерде өлшенетін объектіге әсері төмен және өлшеу дәлдігі ұлғая түседі. Аз мөлшерлі кернеулер вольтметрді тікелей жалғау арқылы өлшенеді де, ал үлкен кернеулер қосымша кедергінің көмегімен өлшенеді. Қосымша кедергі ретінде вольтметрге тіркес жалғанатын резистордың кедергісі пайдаланылады. Вольтметрлер кернеуі өлшенетін элементке немесе тізбекке параллель жалғанғандықтан, олармен жүретін тоқ тізбектің тоғына әсер етпейтіндей аз болуы керек. Осы себепті вольтметрдің ішкі кедергісі өте үлкен етіп жасалады. Бұл вольтметрдің тұтынатын қуатына да әсер етеді. Кедергісі өскен сайын вольтметрдің тоғы азаятындықтан, оның қуаты да азаяды. Келесі аспабымыз ваттметр деп аталады. Тоқтың қуатын өлшеуге арналған аспапты ваттметр деп атаймыз. Ваттметрдің тоқтық орамасы онымен қуаты өлшенетін элементтің тоғы жүретіндей етіп тіркес жалғанады. Кернеулік орамасы элементтің кернеуіне жалғанады. Қуаты өлшенетін элементтің кернеуі де тоғының шамасына байланысты
ваттметрдің кернеулік және тоқтық орамаларының өлшеу аралықтары реттеліп отырады. Кернеуі және тоғы үлкен айнымалы тоқ тізбектерінде ваттметрлер өлшеуіштік трансформатор арқылы жалғанады. Үш фазалы тізбектерде активті қуат 1, 2 немесе 3 ваттметрмен өлшенеді. Үш фазалы тізбектерде реактивті қуат ваттметрлермен немесе әдейі жасалған аспаптармен барметрлермен өлшенеді. Реактивті қуатты ваттметрмен өлшеу үшін оны кернеу мен тоғының фазалық ығысуы шартын қанағаттандыратындай етіп жалғау керек. Келесі аспабымыз омметр. Омметр электрлік активті кедергіні өлшеуге арналған өлшеуіш аспап. Қалыпты жағдайда өлшеу тұрақты тоқ бойынша жүргізіледі, бірақ кейбір жағдайда электронды омметр мен айнымалы тоқты қолдану жат жағдай емес. Сабағымыздың тәжірибе бөліміне келетін болсақ, мультиметрді алайық. Бұл аспап мультиметр деп аталады. Бұл электрондық параметрлердің барлығын өлшеуге арналған әмбебап аспап. Мультиметр ток күшін, ток кедергісін, ток кернеуін табуға көмектеседі. Вольтметрдің түрлері екіге бөлінеді. Біріншісі аналогты болса, екіншісі цифрлы. Тізбектегі жүктемеге немесе электр энергия көзіне мультиметріміз параллел қосылады. Сабағымызды қорытындай келе, сабақтың бекіту тапсырмаларына назар салыңыздар. Бірінші тапсырма: тізбек бойынша схема сызып, вольтметрдің көрсетуін анықтаңдар. Екінші тапсырма бойынша электр өлшеуіш аспаптарының түрлерін анықтап, сипаттама беріңіздер. Үшінші тапсырма: электр өлшеуіш аспаптарының өлшеу құралы қарап, атауын, белгіленуін, өлшем бірлігін толтырыңыздар. Үй тапсырмасы: электрлік өлшеу дегеніміз не? Электр өлшеу аспаптарының түрлері, электр өлшеу аспаптарымен жұмыс кезінде қауіпсіздік шаралары. Бүгінгі сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.